трапеция юбка салу үшін бірінші біз отыны аламыз. Міне оты дегеніміз 38. Осы жерде осылай қойып, мына жерден біз белгілеп аламыз. Міне белгілеп алдық. Енді бұл жерде біз выточка салу керек. Біз обязательно міне плюс 3 деп жазып қойдым. Енді бізге оба керек. Ақырын бедер. Оны салу үшін біз мына жерден төмен қарай 18 сантиметр белгілеп, оны сызып аламыз. Міне сызып алдым. Мына жерге жазып қоям, қыздар, міне 18. А мына жерге оба. Оба бізде 49. Оны 2-ге бөле саламыз. Міне қыздар 49-ды алдық. Міне осылай бүктейміз да, осы жерге біз саламыз. Міне көрсеңіз, мына жерге келді. Енді біз бұл 2 нүктені қосамыз. Бел мен бөксесін қосамыз. Енді біз осы жерден түзу төмен қарай аламыз. Міне ұзындығы өздеріңіздің қалағандарыңызша салсаңыздар болады. Міне салып қойдым. Қазір көреміз қанша ұзындықта болғанын. Енді мен 80 деген, бірақ мерде қағаз 80-ге жетпейді. Мінекей тура үстіп алдым. Мен сол 45 қып алайын, сіздерге көрсетуге жеңіл болу үшін. Бірақ ары қарай өздеріңіз созып ала бересіздер. Міне осылай болды. Енді бізде выточканың арасы 10 сантиметрден. Міне 10-ды алдық. Енді ұзындығын және де бұны 10 қып аламыз. Міне. Енді біз бұл нүктелерді бір-біріне қосамыз. Міне мына 3 сантиметрді өшерден 1,5-1,5-нан 3 сантиметрді осы 10 сантиметрге ұзындығынан 3 бұрыш қып салып қосып аламыз. Міне 1,5-1,5-нан болды бұл жерде. Бұлай ұзындығы 10 болды. Міне қыздар, қазір сіздерге бұны қырқып көрсетемін. Көрсеңіздер, бұл өте оңай, жеңіл. Ол үшін бізге мына жерден бұлай қарай қырқамыз. Кесіп аламыз да, міне. Міне кесіп алдық. Сызып алдық. Енді қыздар қарап тұрсаңыздар, міне прямой юбка салдым, мен прямой юбка саптырмын. Осы юбканы көп қыздар сұрап жатыр. Трапеция юбканы қалай пішеміз деп, сол үшін мен оны көрсеткім кеп тұр. Егер трапеция юбкаларыңызда выточкасы жоқ болса, онда біз қазір мынаны кесіп, мына выточканы жабамыз. Мияқтан 1 сантиметрдей аламыз да. Бұл өте керемет, тамаша шығады. Кішірейтіңкіреп алмасам, мына жерде көрінбей тұр. Міне енді біз бұны 1 сантиметрден кесіп аламыз. Мына тігіске қалдырып отырмын. Ау? Қазір. Міне тура осылай кесіп аламыз, кейін моделированиясын көрсетем. Осылай прямой юбка сала алсаңыздар, өте жақсы. Енді осыны мен нерге жазып аппын. Міне отыны бөлдік 2-ге. Бізде отымыз 38 сантиметр болған. 38-ді 2-ге бөліп салдық. А мына жақ 18 болған. Міне оба мінерге келді, отымыз мінерге келді, 3 сантиметр қостық. Енді біз
міне қарасаңыз, бұлай ұзын сызып қойдым. Осы жерді біз кесіп аламыз. Міне ортасынан дәлдеп кесіп алдым. Енді бізге не істеу керек? Бұны, егер сіз мына выточканы мыняқа жаба салсаңыз, қойып, міне осылай қойған кезде бізде өте әдемі двухшовный, қара, трапеция юбка шығып отыр. Көрдіңіздер, бұл не үшін болған? Бірінші бұлай бүйтіп тұрды. Енді біз осы екі выточканы не қыламыз? Жаба саламыз. Мына сызық, мына жерге келу керек. Міне бұлай қойдық. И мына ұзындығына келу керек. Міне. Бұлай қойдық. Қарасаңыз, осындай двухшовный юбка шықты. Бірақ бел салып, ремен салып, замок тігіп кисеңіздер болады двухшовныйды. Міне осылайда түрі бар. Мінекей қағазымызды бұлай екі бүктеп алдым. Енді бірінші мына беліне 38-ді бөліп саламыз. Міне 38-ді алдым. Міне көрініп тұр. Осы жерге бүйтіп бүктеймізді. Бұлай саламыз. Міне белгілеп алдым. Енді выточкасына 3 сантиметр қосамыз. Міне нерге де жазып қоям. Плюс 3 деп. Енді бізге бөксені табу керек. Бөксені табу үшін осы жерден біз 18 сантиметр саламыз. Міне 18 мерге келді. Енді бұл жерді мен сызып аламын бөксемізді. Мерге жазып қоям. 18 сантиметр бөксе табу үшін. Мына жер оба. Окружность бедер бөксе бөлу керек 2-ке. 48. 48-ді 2-ке бөліп саламыз. Міне бірден бастап, бұлай жылжытып, біз 48-імізді алдық. Осы жерге бүктеймізді. Міне осы сызықтың бойына саламыз. Міне салып алдық. Енді бұл нүктені қосамыз. Міне қыздар, енді қарап тұрсаңыз, трапециясы шығару үшін осы бөкселерді, белменен бөксені осылай қосып сызып аласыз ұзындығына келгенше. Ұзындығы менікі, қазір айтамын қанша сантиметр болғанын. Міне ұзындығы 68 сантиметр болды. Енді өздеріңіз қалағанша аласыз. 68 сантиметр. Ары қарай өздеріңіз қосып ала бересіздер қаншасаңыздарды. Енді мына жерден бүйтіп сызып аламыз. 1 сантиметр запасқа қалдырасыздар. Міне сүнікей не жерден 3 сантиметр аласыздар. Бұны бұлай қосып саламыз қыздар. Міне қазір мен қырқып көрсетем осыны. Енді бізге выточкасын саламыз. Бұны көйлектерге де қолдануға болады. Егер құр юбка істеймін десеңіз, әрине 10 сантиметрден алып, ұзындығын 10 қылып, міне. Енді осы жерге выточканы салып аламыз. Міне мына 3 сантиметрді осы жерден аламыз. Міне тура осылай алып алдық. Енді бізге не керек? Қырқып көрсетем сіздерге,
міне мына жерден 3 сантиметріміз, былай қарай 1 сантиметрдей запас аламыз. Міне енді тексеріп көруге болады. Біз мынаға қоямыз. Бүйтіп, міне қарап тұрсаңыз, мына жерден қатты артық шықты. Біз бұны да кесіп алып тастаймыз. Енді мына жағында көру керекпіз. Біз бұны қанша қалды? Міне бұяқта да солай 1 сантиметрдей артық болып тұр. Міне бүйтіп алып тастасақ, енді ашып көреміз. Өте әдемі шықты. Ашқанда мынандай әдемі юбка шығады, міне көрдіңіздер. Енді мына жерден выточканы тіккен кезде, міне қараңыз, 2 выточканы тіккен кезде бізде мынандай юбка шығады. Осылай пішіп, сіздер бұны көйлектің етегінде жасауға болады. Міне көргендеріңіздей, мына выточкасы.